Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі түзу теңдеулер тақырыбынан алған есептер шығардамыз. Бізге АВС үшбұрышы берілген және үшбұрыштың әр төбесінің координатасы берілген. Осы үшбұрыштың А төбесі арқылы ВС табанына А1, яғни осы ВС табан теңдейікке бөлінетін А1 нүктесі арқылы А1 медианасының теңдеуін табуымыз қажет. Ол үшін алдымен А1 нүктесінің координатасын табайық. ВА1 кесіндісі тең А1 сыға. Яғни бұлар екеу теңдей екіге бөлінеді. Олай болса А1 нүктесі В және С нүктелерінің дәл ортасында жатыр. Олай болса Б мен С-нің координаталарын, сәйкес координаталарын қосып екіге бөлеміз. Яғни 4-ке қосамыз 0-ді, бөлеміз 2-ке. Минус 3-ке қосамыз 6-ны, бөлеміз 2-ке. Және 0-ге қосамыз минус 5-ді, бөлеміз 2-ке. Сонда А1 нүктесінің координатасы алынады. А1 нүктесінің координатасы абсцисасы 2-ге, ординатасы 1,5-ге және облигатасы минус 2,5-ге тең. Енді А1 нүктесінің координатасы белгілі, А нүктесінің координатасын бізге белгілі, олай болса екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазайық. Яғни бұл жердегі А нүктесінің координатасы минус 2, 3, 5 екені бізге белгілі. Олай болса екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін еске түсірейік. Оның теңдеу x минус x0, x1 минус x0 және y минус y0, y1 минус y0 тең болатын z минус z0, z1 минус z0-ға. Олай болса А нүктесінің координатасы x0, y0, z0-ға тең болсын, ал А1 нүктесінің координатасы x1, y1, z1-ға. Орнына қоятын болсақ, x минус плюс 2, 2 қосылған 2 тең болады. Y минус 3, 1,5 алу 3 тең болады. Z минус 5, минус 2,5 минус 5-ке. Сонда x плюс 2 бөлінген 4 тең y минус 3 минус 1,5 тең болады z минус 5 және минус 7,5-ге тең. Яғни соңғы алынған теңдеу А1 медиананың қарапайым түзудің теңдеуін алдық. Бұл жердегі бағыттаушы P векторының координатасы тең болады абсцисасы 4-ге, ординатасы минус 1,5-ге, облигатасы минус 7,5-ге. Біз сіздермен қарастырдық. Кеңістіктегі түзу теңдеулер тақырыбынан алған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.